Саламатсыздар қыздар жігіттер, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің әңгімеміз мына өрттің толуы және Ливерпуль NL компаниясының өнімі жайлы болады. Қалай қолданамыз, қандай қарсы көрсеткіштер бар. Сонымен өрт дегеніміз бұл оң жақ қабырға астында, бауырдың астында орналасатын орган. Өрт ол жұмысы бұл майды, одан кейін майдадырату организмде. Одан кейін ұйқы безіменен ішекте болатын ферменттердің жұмысын жақсарту. Егерде өрт болмаса, бізде тамақ қорытылмай қалады, бір ауыз сөзбен айтқанда. Сонымен өрттің толуына қандай себептері болады? Бұл стресс бірінші жағдайда. Стресс енді білесіздер, бұл қоршаған ортада біздің өмірімізде өте көп кездесетін жағдай. Сол осы стресс бізді өртке толуына алып келеді. Білесіздер, айтылады, барлық ауру нервтен деп. Сол бір нервке байланысты қатты нерв шерткен кезде пайда болатын аурулардың бір түрі. Одан кейін спирттік напитоктерді көп ішу, былайша айтқанда арақты көп ішу, одан кейін газдалған сусындарды көп қолдану. Одан кейін мынау гормональный өзгерістер организмде әйелдерде, еркектерде болатын, гормональный нарушение болған кезде ол кездеседі. Одан кейін төртінші жағдай, біз тамақты, қуырылған майлы тамақты көп жеу, бір ол жағдай. Одан кейін керісінше тамақты ретсіз жеу да. Мысалы азында бір жейді тамақты, одан кейін кешке таман бірақ жейді. Одан кейін тағы да бір жағдай, мынау диета ұстап жатқан кезде тамақ жеп жүреді адам, бірден жаңа диета отырам дейді, тамақты азайтып жібереді. Суға отырады, немесе жаңағы өз бұрында жемеген шөп жаңағы өсімдік тамақтарына ауысады. Бұның бәрі бірден ауысуына байланысты бұл өртке, организмге стресс болады да, өрттің толуына алып келеді. Енді қандай белгілер бар? Бір оң жақ қабырғаның астында ауыру бірінші бұл. Оң жақ қабырғаның асты ауырады, одан кейін оң қолға, оң жауырынға берілуі мүмкін. Одан кейін үнемі адамның жүрегі айниды. Одан кейін адам запыран құсады, құсқысы келе береді, бірақ құсқан кезде кейде ол құсудың өзі оған адамға жеңілдік әкелмейді. Іштің кеуіп кетуі. Одан кейін аппетиттің болмауы. Осы жағдайларға байланысты, осыларында нелер кездеседі, белгілер кездеседі. Енді бізде бүгінгі айтайын деп жатқан біздің шайымыз, Ливерпуль шайы бар. Құрамында бізде шоқ сары деген шөп бар, орысшасы володушка деп атайды. Бұлар не үшін қолданылады? Бұл біріншіден өртті айдайды, антисептикалық қасиеті бар. Одан кейін бұлардың мынау володушка мен репешок. Репешок деген бізде қазақшасы тікенкүл. Екеуі бірге қосылып, бұл желчегонный эффект. Өртті айдайды, одан кейін противовоспалительный эффекті бар. Мынау нені ісікті қайтарады. Білесіздер, өрт толған кезде бізде өрт қапшығы кішкене қабынып келеді. Одан кейін спорыш. Спорыш бізде таран деп аталады. Таран бұл кішкене өткен жолы спорышты айтқанбыз. Ол препарат мочегонный эффект береді, одан кейін спазмолитик. Спазмды снимать етеді. Былайша айтқанда осы Ливерпуль шайының құрамындағы шөптер, олар айтам, бір-бірінің әсерін күшейтеді. Егерде олар бөлек-бөлек болатын болса, басқаша әсер етеді, егерде үшеуін барлығын бірге қосатын болсақ, бұл бір-бірінің эффектісін күшейтіп, бір-бірінің жетіспей тұрған кемшіліктерін толтырып тұрады, бір сөзбен айтқанда. Сондықтан бұл шай қауіпсіз. Бір қалай ішу керек екенін білесіздер, ол бір пакетиктен 20 минут қайнаған суға демдеп қойасыздар да, одан кейін сол күніне бір рет ішесіздер. Тек қана бір ғана жағдай айта кететін, бұл жүкті әйелдерге болмайды. Өйткені спорыш бізде матканы гладкая мускулатура дейді, сол бұлшықетті жиыруын күшейтеді. Ондай бұлшықет бізде маткада бар, поэтому беременность кезінде болмайды, выкидыш болуы мүмкін. Бұны керісінше жаңағыдай маткада босанғаннан кейін қолданады, чтобы маткадан кровотечение болмас үшін. Осындай жағдай, шайды өте қымбат деп айта алмаймын, 1555 теңгеден бұл NL компаниясының магазинінде бар. Егерде түсініксіз сұрақтар болатын болса, қосымша сұрақтар болса сұраңыздар. Мен сіздерге жауап беруге тырысамын әрдайым. Сіздерге үлкен рахмет, сіздерден лайк, подписка, қандай тақырып сіздерге қызық, сол жайлы айтсаңыздар, мен келесі жолы сол жайлы сіздерге айтып беремін. Жақсы, үлкен рахмет сіздерге.